Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ағдара. Достар, бүгін Момизен арқылы соткімнің бетін үстіріп жатырмын. Қазір достар, мен мына жақта бір приложение істеген. Мына приложение басында дұрыс болмай қалды. Достар, бұл қалай істеу керек екенін көрсетемін. Кейбіреулер білмей жатса, қазір. Ол үшін мына галереяға мынандай қиындылар жасап аласыздар. Мына жерлерге осындай қиындылар жасап аласыздар. Мен өзім осында қиынды жасап алдым. Сосын PicsArt, дұрыс айтпасам кешіріңіздер, PicsArtқа кіресіздер. Енді мен қазір бұны емес, басқа нәрсені көрсететін боламын. Кейбіреулер басқа нәрсені көрсетуін сұрауы мүмкін. Менен атып егер бұл приложение керек болса, көшіріп алуларыңызға болады. Главнаяға барайық, үйге домға барайық. Так, мынаған. Так, енді бізге осы керек болады. Аламыз. Енді оның мына жерін алып тастайтын боламыз. Так, кішкене үлкенірекпен алайық. Бізге оның басы көп қажет емес. Ой. Мұның басы бізге қажет емес. Так, мен мынандай таңдаймын. Маған мынандай керек. Болды. Ал енді өшіргішпен өшірдік. Ой. Қате болып қалды. Отмена. Удалить. Басынан бастайық. Осыны басасыздар. Потом, егер оның аяғын қию керек па, аяғын қиыларыңыз келсе, аяғын қиясыздар. Үстін қиыларыңыз келсе, үстін қиясыздар. Қайсын қиыларыңыз келеді, мен бас жағы мысалы. Ал егер менен қайталайым дегендеріңіз болса, қайталай беріңіздер. Бірақ осы видеоны көшіріп болғаннан кейін YouTube қойып, потому что салып атқаным. Қазір бұның басының орнына Рапунцельдің денесін қоятын боламыз. Достар, осында мен мұнаны PicsArt'тан көшіріп алған жоқпын. Мен бұны өзім жасап алдым. Достар, ұстап қалған үшін кешіріңіздер, үйге біреу келді, күнде ойлап қалдым. Ал енді жуаныта берейік. Достар, сіздер мына маринеттің үстіне өздеріңіз біліңіздер, Рапунцель қоясыздар ма, Элзаның денесін қоясыздар ма, ол менің таңдауым емес. Ол сіздердің таңдауларыңыз бойынша. Мен просто маринет пен Рапунцельдің денесін бір-біріне қоса, сосын мына жерде қосу деп тұр ғой, сурет қосу. Соны басасыздар. Сол кезде мен мынандай бітте қиынды істеп алдым. Ой. Кішкене маринеттің ауына келмей атыр. Кішкене ғана. Осылай можно шығар. Сіздер мынаның үстінің орнына Рапунцель емес, басқа біреуді
қоюларыңызға болады. Міне ортасында тұрған суретті басасыздар, көрмей қалғандарыңыз болса. Сосын анда мен қиынды жасап алуға да болады. Жаңа көрсеткенде жаңа өшіп қалды ғой. Осылай. Короче, осылай дұрыс істейміз. Енді оның артық жерлерін қиып тастауға да, не алып тастауға да болады. Оған розовый цвет қосатын боламыз. Так, оның бұтының цветін алып аламыз. Ал енді бояймыз. Бұтының цветін жағы дұрыс болмағандықтан, қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Осындай әрине ғой. Достар, келеді деп ойлаймын. Достар, мына қолы қайда тұр деп ойласаңыздар, ол қол былай артқа қарай қояды ғой, алдыға қарай қойып істемадым. Осындай картинка шықты. Ал енді артық жерлерін алып тастайтын боламыз. Так, үстіге астысында ешқандай тақ жоқ. Енді мынандай дұрыс дегенді кішкене дұрыс емес шыққан сияқты. Бірақ бізге де сонда да бәрібір. Өте жақсы шыққан деп ойлаймын, менің ойымша. Осыны басамыз. Галерея. Готов. Ал енді оны галереядан арасында да көрейік. Новое. Шықты. Мынау дұрыс емес болып шықты, мынау дұрыс болып шықты. Достар, видеоны лайк, сау болыңыздар.